Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі бірінші сабақтың тақырыбы денің сау болсын десең. Сегодня тема урока называется «Если хочешь быть здоровым». Бүгінгі сабақта жаңа сөздерді есте сақтауды үйренесің. Жаңа сөздермен сөйлем құрастыруды үйренесің. Тақырыпқа сай мәтін қарастыруды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Дәрігер, врач, денсаулық, здоровье. Күту, беречь, күт, береги. Суға жүз, плыви по воде. Жаңа сөздермен сөйлем құрайық. Давайте составим предложение с новыми словами. Первое слово – дәрігер, врач. Дәрігер қарайды, врач осматривает. Дәрігер пациентті қарайды, врач осматривает пациента. Второе слово – денсаулық, это здоровье. Денсаулықты күт, береги здоровье. Мен денсаулықты күтемін, я берегу здоровье. Денсаулықты сақтау керек, нужно сохранить здоровье. Здесь слово «сақтау» означает «сохранить». Бірінші тапсырма – тыңда, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Первое задание – слушай, посмотри на рисунок и ответь на вопрос. Адам үшін денсаулықты сақтау аса маңызды. Для человека сохранить здоровье очень важно. Денің сау болсын десең, жеміс жидек же. Если хочешь быть здоровым, кушай фрукты. Спортпен шұғылдан, занимайся спортом. Суда жүзіп үйрен, научись плавать по воде. Таза ауада серуенде, гуляй на свежем воздухе. Дене жаттығуларының денсаулыққа пайдасы қандай? Какая польза физических упражнений для здоровья человека? Бірінші, денені шынықтырады, закаляет тело. Екінші, дене мықты болады, тело становится сильным. Үшінші, көңіл күй жақсы болады, настроение бывает хорошее. Екінші тапсырма. Жұмбақты оқы, шешуін тап, дәптерге жаз. Второе упражнение. Прочитай загадку. Найди ответ. Напиши в тетрадь. Оны күткен адамдар ұзақ өмір сүреді. Қадірін білген адамдар байлық осы деседі. Бұл не? Бұл денсаулық. Это здоровье. Төртінші тапсырма. Денсаулық туралы мәтін құрап жаз. Четвертое упражнение. Составь текст о здоровье. Денсаулық бұл дұрыс тамақтану. Правильное питание. Тазалық сақтау. Сохранить чистоту. Денені шынықтыру. Закалять тело. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.